жоңға шапқыншы бала. Тағдай шашқан қазақтың басы қосылып, бәйжеңнен қол, бәйшадан бас шығарды. 1723 жылдың көктемінде жоңғарлардың 7 әскері қазақ даласына басып кірген болады. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Ұлы отан соғысы майдандарында қаза болып, соғыстан оралмаған қазақстандықтардың саны 600 мыңнан асқан еді. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шақырды. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпынды. Желтоқсан оқиғасы кезінде оған қатысқандардың sayısı 1991 жылы желтоқсан айы. Bir ғасырға жуық уақыт әлемді теңдеткен. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы егеменді еліміз мәңгі жасасын. Осы 14 облыста әртүрлі үлкен қалалар орналасқан екен. Ендеше сол қалаларды тауып елге қалар. Осы атауларға біз мына жерде жатқан суреттерді сәйкестендіріп қыстыруымыз керек.